Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ақшаны көбейтетін техникамен бөлісемін. Бұл видео ақшаға зарядталған. Ақшаның үстінен 2 рет басып, маған лайк, комментарий басып қойсаңыздар, сіздер ақшамен зарядталасыздар. Бастайық. Білмейтін боларсыз, әр зат өз орнында тұратыны сияқты, ақша да өз орнында, яғни әмиянда тұрғаны дұрыс. Сондай-ақ әмиянда ұстауға болмайтын заттар бар. Әмиян туралы аздаған кеңес. Әмиянда не ұстауға болмайды? Ойланып көріңізші. Кеттік. Сатып алынған заттардың чектері, квитанциялар, хаттар, қағаздар, жүргізуші куәлігі, жеңілдік карталары, кредит қағазы, ломбардтағы қарыз қағазы. Бұл айтылған заттардың барлығы бізге уже қарыз қағазы деген бұл ақшаны жою үшін жасалған қағаз. Оны сақтасаңыз, сізде ақша жойыла бастайды, яғни азая бастайды. Ал керісінше, әмиянда ұстауға болатын заттар. Не ұстауға болады? Ақша банк карточкалары. Сіздің карточкаңызға ақша түседі. Бұны ұстауға болады. Талисман, ақша талисманы, өзіңіздің ақша шақыратын финансовый кодыңыз. Әмиянда міндетті түрде майда тиындар болуы керек. Әмиян әрбір адамда жеке басында болуы керек. Карточкаларды қалтаға, сотканың чехолына, сумкаға салуға болмайды. Егер ақша өз орнында тұрмаса, ақша сізден қашатын болады. Яғни, артық ақша берілмейді деген сөз. Құрметті миллионер оқырмандар, видео пайдалы болса, төменге "мен бай болуға лайықпын, менің ақша потогым ашық" деп жаза кетіңіз.